Құрметті телекөрермен, Таңнұр саздық ақпарат бағдарламасы тікелей эфирдегі жұмысын әрмен қарай жағымды жаңалықпен жалғастырады. Әрине, болар істің басына жақсы келіп, онар қасына демекші, бүгін алып бәйтеректей. Тамырын тереңге жайған ат жіберіп, игі жақсылардың басын қосуда. Азылдың сынығы жақсының жұрағаты болған әлшер ағамызбенен Рая жеңгеміз алдысына хат жіберіп, жақынына ат жіберіп, бүгінде дөбірлетіп той жасауда. Міне, бүгін, яғни тойдың төлегенмен керемет кештің қыз жібек атанған жастар Жандос пен Бибі Мариямды біз шын жүректен заңды некелерімен құттықтаймыз. Атың жақсы болса, жігіттің пырағы, балаң жақсы болса, жан мен тәннің шырағы демейме. Мырзабек атамыз бенен неспелі әжеміздің немересі Жандос бүгінде қатарынан оза шауып, бұл заманның нағыз сал серісі атанған. Өйткені от ауызды, орақ тілді ақын жігітті ел танып, құрмет, қошемет білдіреді. Міне Серғали, Жандостың басына қонған бағы, абыройлы ары, жарқырап жанған шамы, өмірлік жары да текті әулеттен шыққан сұлу. Әсіресе оның бойындағы ізеттілік пен тәрбиелік көңіл қуантады ғой. Дұрыс айтасың Айда, жалпы тойдың боларынан болатысы қызық дейді. Тойдың барысында аталған әулет қалай дайындалды? Дайындық кезінде неге мән берді? Осы сауалдардың жауабын білу үшін біздің әріптестеріміз арнайы бейне сюжет дайындаған екен. Кезек берсек, бірге тамашаласақ. Серғали, Айда, біз қазір сансыз баптардың мекені саналған Сайрам ауданы Тасса елді мекенінде Мырзабек ақсақалдың шаңырағында тұрмыз. Тойдың болғаннан болатысы қызық деген қазір бұл әулетте қызу дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Тіпті Жандосты талай дүбірлі тойларға алып барған ақ қояны да сағадай сай. Ассаламағалейкум, Мырзабек ата. Қош келіпсіз. Той құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Бүгін енді таң атпай қызу жұмысқа кірісіп жаттыңыздар. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім өте жақсы. Бүгін қуаныштамын. Неше жылдан бері арманда осы ең бірінші жаңа неберемнің үйлену тойын көрсем деген арманда едім. Құдай бүгін осыған жеткізіп отыр. Өте қуаныштамын. Құдай қаласа бүгін тойды жақсы өткізеді деген ниеттемін. Дайындық жұмыстар қалай болып жатыр ата? Дайындық жұмыстары бәрі кетіп өз жайында. Балдар өзі қылып жатыр, Құдайға шүкір. Не керек болса соның бәрі бар. Құдайға шүкір, заманымыз тыныш, халқымыз аман, тойымыз көп. Осындай тойлар бола берсін, мен тілегім сол. Енді бағана соғым сойды деп айтып жатсыз. Қанша мал сойдыңыз тойға? Бір жылқы сойдық, бір қой сойдық. Сол енді zaman Құдай қаласа өтсеміз ғой. Тойханада, үлкен тойханада өтсеміз. Ата, рахмет. Той жақсы өтсін дейміз. Қымбатты көрермен, әрмен қарай қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Көзбен көрейік. Көптен күткен Жандос жиеніміздің тойы да мына бүгін болып жатыр, Құдай қаласа. Мына бәріміз жиналып, мына қас тығып тойына дайындалып жатырмыз. Балам тойы құтты болсын, бақытты болсын. Мына келінім мен қайным қызығын көре берсін. Есік тойлар болсын, сүндет тойлар болсын, Құдай қаласа. Біз қызметте жүре берейік. Бақытты болсын. Небере келінді көптен армандадық, Жандосты қашан үйленесін деп, әйтеуір иманды, ақылды келін болса деп армандадық. Әйтеуір айтқанымыздай армандағандай жақсы келін жолықты. Құдайға шүкір бұған.
Шайы тәтті, тамағы тәтті, қолының кемейтіғыны жоқ, келіннің құрметі жақсы. Басқа не керек енді оныдан? Енді шөбересін сүйсек, арманымыз сол. Мен Жандостың әпшесі боламын. Жетісайдан келдім. Атым Зәуре. Бәрі қызмет қылып жатырмын тойға. Келіндерім, бауырларым бәрі. Рахмет. Қызметтер тойда қайтсын. Тілегім той көрсін. Небере шөбере сүйсін көкемдерім. Бауырларым аман болсын, әрдайым тойға келе берем. Ассаламу алейкум ағайындар. Баламыз қашан үйленеді деп жүргенде қыстың суығына қарамай ойбайлап келінді әкеп қойды. Сонда не істеріміз білмей қандай сезімдерге түстік. Аяқ астынан әлдене үлкендеріміз бар екен. Солар жол көрсеткен екен, солардың айтқандарын істеп, күннің суығына да қарамай үйлендіріп, әйтеуір тойларды өткізіп отырмыз. Құдай қаласа міне бүгін үлкен тойы. Осы тойды жақсылап атқарып, елге өнегелі болатын семья болуына тілектеспін. Осы біздің қызықшылығымызды бөлісіп, бізді таспаға түсіріп жүрген оңтүстік телеарнасының тамыры бағдарламасының ұжымына үлкен алғысымызды айтамыз. Қуанышты көппен бөлсең көбейе түседі. Бұл тойдың маңыздылығы ерекше. Жандос бауырымыздың үйлену тойы. Сондықтан да осы тойды сіз болып, біз болып жақсылап өткізейік. Міне құрметті көрермендер, тойға деген дайындық жоғары деңгейде екендігін байқап көрдік. Енді басты тілектері теңізде болған жастарға біз тек қана бақыт тілейміз. Қабыл болып жаратқанның шешімі, берекенің тербелуде бесігі. Болашаққа қадам басқан жастарға жаңа өмірдің ашылуда есігі. Енді бүгінгі күн ерекше ғажап күн, армандарға қол созатын күн, азат күн. Келін түсіріп керегені кеңейтіп, шаңырақтың көбеюде қазақтың. Олай болса, осындай жағымды жаңалықпен біз бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Құрметті Жандос және Беймі Мәриям, өздеріңізге бақыт тілейміз. Бақыт босағаларыңызда балқып, шаттық шаңырақтарыңызда шалқып жатсын. Ал бүгінгі бағдарламаны тізгіндеген мен Серғали Жарылқасынов және әріптесім Аида Ташева. Келесі видео жолыққанша аман сау болыңыздар.